маған ең қатты Нұрбұлхан ұнамайтын Нұрбұлханның әдеті, бұның бір ойыны бар. Нервқа тиеді ғой. Сол ойынды любой жерде ойнайды. Баняда парда отырып ойнай береді ғой даже. Парда отырып ойнай береді. В прямом смысле ғой. Холмскейпс деген білесің ғой? Білмейсің мынаны? Мынаның мен 20.800 ойынына келдім. Бұл не жайлы сонда? Просто андай бейт. Стратегия сияқты ма? Мынандай сары мен қызылды бомба жарып отырам. Үй жасайсың, короче. Андай болады ғой, сары, 3 сары, 4-нен деген не істеп аласың да. Ой, мынау да бір. Бұны полный қиып тастай берсең болады. Бұл адамның өміріне пайдасы жоқ нәрсені айтып тұр қазір. Пайдасы бар. Ешқандай пайдасы жоқ. Пайдасы бар. Нервқа тиеді осы ойыны ше. Короче, бүйтем да, мынаны ойнаймын да, короче, бұл мынандай ойын ғой, короче, түсін ба? Бүйтіп отырып, ойнап отырам, короче. Үш нәрсені табу керек, бүйтіп мынандай нелерін қоясың, бүйтіп ойнайсың, ұнатып, мынандай бүйтіп жарасың, деген сияқты көрініп тұр ғой бәрі. Кинода осылай ғой, кино площадкада. Осының 20.800 ойынына келген ғой, уровеньде. Тойда отырса да, тосқа шықса да, тамада болып жүргізіп тұрса да. Ең қызығы, мына ойынды ойнап келетім да, и бір күні приложение істемей қалады, короче. И уведомление келеді экранға. Тур бітті, мы специально для вас готовим новые туры деп ойлайсың. Для вас деймін ба? Для вас деймін. Сонда қанша уақыт болды ойнап жүрген? Ойнап жүргенмен бір 4-5 жылдың көлемі. 5 жыл точно бар. 5 жыл точно бар. Кәдімдей адал екенсің. Мына приложение сөйтіп 3 күн істемей қалады мына ойын. Ашасың, просто уведомление шыға береді. Мы готовим туры, мы готовим новые туры деп ше. Короче, мынаны істейтін адамдар маған тур жасап үлгермей жатыр, короче. Ішіп кетпейсің ба сен? Мен күтем просто соны. Күнде бір 2 рет ашып қоямын, ашылды ма деп ше. Басқа ойын ойнамайсыз? Басқа ойнамаймын, чисто оны. Например, CS деген ондайға жоқсыз? Вообще жоқпын. CS несімен ұнайды сонда сізге? Просто анан бүйтіп отырған, айтып тұрмын ғой, жаңағындай бүйтіп. Миыңыз демалдырып жүреді. Тур істемей қалса, трецқа кіріп елмен қырыламын. Сондықтан турдың адамдары. Тур ашылған кезде трецте демалыс болады кішкене. Сондай нәрсе ғой, короче. Мен нервім шыдамайды екен, ойнай береді. Сіз вообще ойнамайсыз ондайда? Менде ойын жоқ. Менде ойнайтын уақыт жоқ. Вообще ойнамайды бұл. Кім жұмыс істейді, кім ақша табады. Жоқ, түсініп тұрмын ғой. Бұл енді өзінің жеке бизнестері бар да, маки бар, енді ол шаруасымен жүреді. Сосын чисто Инстаграмда контентпен отырады болды. Қасында мобило көріп бар. Мен сонымен ауырам. Ол чисто. Мен ертең не түсірем, так, ертең түсірем да, ол нәрсе өтпей қалса, ертеңнің бір күн демаламын да, келесі күні мен мынандай нәрсе түсірем деп, мен дайындалам, түсірем, монтаждайым. Сонымен кайфовать етем негізі сол нәрсемен.